Бүгін біз сіздермен қазақ YouTube арнасы, бүгін біз сіздермен жазғы демалыстарда не істейтінін, не қиын болатынын, не жақсы болатынын айтатын боламыз. Короче, осы қазақ YouTube арнасына не деген подписчиктер жиналсын және лайктарыңызды аямаңыздар достар. Ал аямасаңыздар, ал біз екінші бөлімін түсіретін боламыз. Ал кәнекей осы видеоны бастаймыз. Ең бірінші қиындығы ол масалар жағады. Масалар түнде қолыңызды вообще бүкіл денеңіз шағады. Сосын бір далаға шықсаңыз, уже қолтығыңыз, киіміңіз, мойныңыз барлығы терлейді. Сол үшін мен терлемеймін. Өйткені сіздер көп лайк басу үшін, ал мен далада не істедім. Және бір жаманы мұрның қанайтта күнде көп жүре берсеңіздер да, сосын жазды шомыласыңдар аямай. Ал қазір COVID-19 деген ауру келген соң шомылу деген мечта достар. Сол үшін сіздер өздеріңізге COVID-19 жұқпасын десеңіздер, осы арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басыңыздар. Және лайктарыңызды аямаңыздар. Аямасаңыздар, екінші бөлімі итак шығады. Ол қыстағы қызықтар болады. Сол үшін де лайктарыңызды аямаңыздар. Ең жақсысы бұл. Неде балмұздақ жейсіздер жазда. Өйткені балмұздақтың шоколадный, пломбирный, вообще көп түрі бар. Ал әсіресе мұз балмұздақтар тәтті болады. Өйткені біз күніге мұз балмұздақтар жейміз. Күнді қараңыздар. Ысып тұр. Ал сау болыңыздар достар. Осы видеоға подписчиктер жинаңыздар. Және лайк басыңыздар. Және осы арнаға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар достар.